Домбыра қазақтың киелі аспабы. Адамның мұңында, қуанышында, сағынышында басатын осы домбыра. Дүркіреген Шыңғыс ханның ұлы Жошы өлгенде, ханның бұйрығы бойынша кім-дегім жаман хабар әкелсе, соның аузына қорғасын қоям дегенде, Кетбұға елді аман алып қалып, Жошы өлімін күйімен естіртіп, зар үнді домбыраға қорғасын құйдырған. Міне керемет. Атақты саяхатшы Марко Поло жазбасында домбыра деген аспапты көшпенді түріктердің қолынан бірінші рет көрдім. Олар шайқас алдында домбырамен әртүрлі әуендер ойнап, өлеңді айтып, рухтанып, өздерін шайқасқа дайындайды деген. Бәрекелді. Сонда домбыра қайдан шықты? Кім ойлап тапты екен деген сұраққа қазақтан қалған бір аңызға тоқталайық. Баяғы өткен заманда асқан бай болыпты. Байдың ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы болыпты. Қыз кедей бір жігітке ғашық болып, жасырын кездесіп жүреді. Осыны білген бай нөкерлеріне бұйрық беріп, жігітті өлтіреді. Көп кешікпей, қыз нәрестелі болады. Ызаға булыққан бай жалмауыз кемпірді шақыртып, екі баланы көзін құртуды тапсырады. Түнде кемпір екі баланы ұрлап айдалаға апарып, бір үлкен терекке біреуін шығысқа, екіншісін батысқа қаратып іліп кетеді. Екі нәрестенің зарлаған дауысы бүкіл далаға естіледі. Олардың көз жасы ағашпен ағып, теректің ортасын ойып, дөңгелетіп тастайды да, тамырына тиген жас ағашты қуратып жібереді. Анасы уайымға батып, қорлыққа шыдамай нәрестелерін іздеуге шығады. Айлап балаларын іздеген анасы шаршап, дәл сол теректің астына барып ұйықтайды. Сол кезде шырылдаған балаларының зарын естиді. Оянса ештеңе жоқ. Тек теректің екі бұтағында салбырап тұрған екі шекті көреді. Шектерді тартып ағаштың тамырына байлап, оны шерткен кезде өзінің мұңын басқан деседі. Ел үшін айқасқа түскен Алаштың барысы Мұстафа Шоқайда эмиграцияда жүргенде бір күні Париждің музейінен домбыраны көріп жылайды екен. Жұбайы Мария музей басшысымен келісіп домбыраны алғызғанда қуанышында шек жоқ. Мұстафа домбыраны иіскеп, сипап, сүйіп, мауқын басқаннан кейін 2 сағат күйлерді шерткенде бүкіл музейде жүрген халық жан тәнімен тыңдап, құрметтеп, тамашалаған екен. Жұма сайын сол музейге барғанда Мұстафа домбыраны шерткен кезде музейге адамдар лық толады екен. Міне, домбыраның киесі қандай. 1989 жылы Зайсанда жер сілкінісі болғанда құлаған үйлердің қабырғаларында ілінген домбыра, қобыздар сол күйі сақталған екен деседі. Қазақ білуі тиіс кітабынан үзінді. Жинақтаған Бауыржан Сатыбалдыұлы Ешмағамбетов.